Өте жылдам хабарлама. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Вита еріктілер тобы көшеден бері 1998 жылы туған Әсем Тайлақованы іздеп жатыр. Бұл туралы Айқын қызы Павлодар News газеге сілтеме жасап хабарлайды. Еріктілердің айтуынша, бірінші келіншектің күйеуі дабыл қаққан. Қазір екеуі ажырасып жатыр. Әйел адам кеше түске таяу кетіп, ағасына кешіріңіз, мен суға батып кетемін, деген SMS жолдаған. Сол сәттен бастап Әсемді ешкім көрмеген. Ол жұмысқа шықпаған, үйіне де оралмады, дейді еріктілер. Бүгін іздестіру кезінде әйелді бейнебақылау камерасынан көріп қалған. Ол Жұмыса көшесі, Жетібі мекенжайы бойынша орналасқан үйдің кіреберісінен шыққан. Әрі қарай мини-маркет жанынан өтіп, облыстық балалар ауруханасына қарай бет алған. Егер Әсемді көрген білгендер болса, еріктілер мына телефон номерлеріне хабарласуды сұрайды. +7 747 615 55 63 немесе +7 777 334 82 01. Бізді бақылауды жалғастырыңыз, және де осы хабарды көптеген достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.